Bozay tutsa bana ne? Hey, bozay işte. Ya karış şey. Hey! Boksa soksana. Tülümlerin salanda görüşü vatsınları. Şınav görü kokşun. Karıştın mı? Dünya değilse dünyam var. Күш десең күшің бар. Сен соққымен сен пілді құлатасың. Пілді. Мен сиыр, қой, жылға айтылып сен пілді құлатасың. Ұрып атсың қой. Отырып қала берсін, ағай өттем, ағай ішім, ағай көтім деп. Мінез көрсету керек қой, шыдау керек қой, ұру керек қой кішкене. Шешті үстінен қамат, таң дейін кимей. Жүрегім қысылды, басқа жер. Шыдау керек, бұл бокс балалар, бұл бокс. Білесіңдер ма? Иә. Бәлесі ама білесіңдер. Иә. Шыдау керек қой енді. Соққы тиеді берді. Әр соққы саған қылай берсіңдер. Соққы тигенде шыдау керек. Мінез деген ашылады, мінез. Характер. Дұрыстап тұр, байыспайын. Соққы түймек үшін алдап, не жаққа кетіп қалды. Әр соққыдан не шыдай білу керек. Әр соққыдан не шыдай білу. Күшіңді жинап, алға қарай келесі шабуылға күшіңді жинау керексің. Әр соққы ішіме тиді, бетіме тиді, көтіме тиді деп құлай бермей. Мінез деген болу керек қой кішкене. Бұл бокста жігіттер, мына өмірлік сендердің бар ғой, ертеңгі үлкен жігіттік, үлкен бір жолға қадам басасың ғой, 17, 18, қазір 17, 18 дейсіздер. Ертең Құдай қаласа 20-дан асқан кезде үлкен өмірлік жолға қадам басқан кезде сізге көмек береді. Өмірде неше түрлі қиын жағдайлар болады. Мен дұрыс па? Қасым айтшы. Неше түрлі қиын жағдайлар болады. Жұмысың жүрмейді, істілігін алға баспайды, семьяда, үйде, семья, бала-шаға, қарсылас аяқтап, дұшпандар пайда болады, сені көремайды, артқа тартатын, жолың болмайды, неше түрлі сынақтары болады. Сөзі әр сынаққа құлай бермейсің ғой сен, ой болмай жатыр, ана мен досым сатып кетті, мен досым лақтырып кетті, үйімде ойбай, қатыным кетіп қалды, бала-шағамда, ойбай, жұмысым алға баспай жатыр, әр қиыншылыққа қоя бересің ба? Дұрыс па мен қасым айтшы? Міне бокс ол үйретеді сендерге. Өмірлік бір жолға үйретеді ертең ер азамат болғанға. Әр соққыдан кейін мықты болуға, әр соққыдан кейін алға басып, шыдай біліп, төзімділік алып, алға қарай жүруге, алға қарай ұруға деген сияқты, алға қарай қимылдауға, алға қарай іс-әрекет жасауға, бір қадам алға артқа істеді ме, бір қадам артқа істегеннен екі қадам алға басу керек деген сияқты дүниелерді үйретеді бұл сендерге. Ертеңгі күні өмірлік жолда жігіт болған кезде, мұхит осы айтып тәртібі бар, осы мұхит ағай тазалығы, еңбекқорлығы бар, ағайымыз осы шыдамдылыққа үйретеді. Неге мен шыдамаймын? Алға қарай жүру керек, алға қарай басу керек, алға қарай ұмтылу керек деген дүниені сол кезде міне естеріңе түседі. Ассалаумағалейкум. Жақсамын сен. Кешіңді. Ман қимайын. Түсінікті ма? Сол сендерге айтады. Кішкене төзімді болыңдар. Сен дұрыссың, түсінді ма? Сен қажымұқансың. Сен ұру керек. Бұрған кезде жерге кіргіз жүру керек ешім. Түсіндің ма? Келесі жойды, құлай берме. Так что айтамыз осыған. Ал сен жақсы бұратын бол. Түсіндің ма?